Қайырлы күн. Осы алғашқы көктем келген кездегі қолжетімді заттардан жасалатын екі түрлі салатты жасап көрсетемін. Бізге қажетті заттар: жаңа піскен редиска, қияр, сәбіз, болгарский қажет, кейін көкшөптер, капуста, көкпияз қажет. Дәмдеуіштер: чеснок керек. Бірінші салатымызды, капустаны ірі-ірі турап ыдысқа саламыз. Сәбізді күштен өткіземіз. Редисканы ірі-ірі етіп домалақтап турап аламыз. Өзі әр мезгілде әртүрлі бізде көкөністер, жеміс-жидектер піседі. Қайсысы піскен кезде Аллах тағала бәрін өзінің бір пайдасымен жаратқан деп ойлаймын өзім. Сол үшін өтіп кетпей тұрғанда әрқайсысын өз сезонында жеген дұрыс. Енді қиярды да домалақтап тураймыз. Азырақ тұз саламыз. Ұнтақталған кинза саламыз. Қызыл бұрыш пен паприка саламыз. Чеснокты майдап турап, ұнтта салайық. Енді осы салатымызды жақсылап араластырайық. Содан кейін үстіне азғантай қызып тұрған майды қыздырып үстіне құямыз. Тоғыз пайыздық салатқа қосатын уксусты қосамын мен. Егер сіздерде мұндай 9% уксус жоқ болса, 7% одан көбірек болса, міндетті түрде салатқа 1-2 шай қасық шекер қосып жіберіңіздер. Бірінші салатымыз дайын, енді екінші салатымызды дайындайық. Екінші салатымызға майонез қосылған салат болады. Ұзынша етіп туралған жаңа піскен капустаны тураймыз. Қиярды да ұзын-ұзын соломкаға турап аламыз. Редисканы дәл осылай тураймыз. Енді консервіленген жүгеріні салайық. Осының үстіне майонез қосамыз. Майонездің өз тұзы болғандықтан азғантай салатқа тұз қосамыз. Тұзды көп қосып жібермейік. Екінші салатымыз да дайын болды. Салаттар сіздерге ұнайды деген ойдамын. Күндеріңізге сәттілік тілеймін.